Ассалаумағалейкум қадірмен достар, сіздермен бірге біздің баға YouTube каналы. Әдеттегідей жұмысымызды жалғастырамыз. Қызылорда қаласы, орталық машина базар. Олай болса біз видеомыз бастаймыз. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздерге кішкене ғана ақпарат бере кетейін. Қазіргі таңда елімізде жұмыс жасап тұрған әлеуметтік желідегі барлық қосымшалар ол шетелдік көзден, яғни қаржылай тауып жатқан басқа мемлекеттің қосымшасы болып табылады. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында біздің жігіттер alpsat.kz қосымшасын отандық стильде өзіміздің қазақы барлық қосымшалардың ішіндегі түрлері барлығы қамтамасыз етілген сіздерге ұсынуда. Бұның бір ерекшелігі қазақы нақышта және барлығы тегін, ешқандай қосымша ақша сіздерден талап етпейді. Сондықтан құрметті достар, біздің Қазақстанның қосымшасын қолданайық. Сіздерді alpsat.kz-ті қолдануға шақырамын. Және төменге сайтқа өтетін сілтемені сіздерге тастап кететін боламын. Ал достар, бірінші видеомыз бастаймыз. Бізде 626 Mazda. Бұл Mazdaның бір ерекшелігі автомат екен. 95 жылы бензин, 2 литр объем. 1.700.000 сұрап тұр. Нөмір 777 644 88 95 деген нөмір. Автомат. Полный электропакет. Ішкі жағдайы көрсетіп қояйын сіздерге. Жақсы. Апошка. Машинаның сыртқы жағдайын бір көрсетіп қояйын. Бағасы 1.700.000 сұрап тұр. Мәне достар, көлік қысқаша осындай. Ал назарда Гранд автокөлігі. 1.6 объем, 2015 жылғы механика. 3.450.000 сұрап отырген. Мәне нөмір 701 490 5181 кондиционер, анау қарсат бәрі жұмыс жасап тұр деп тұр. Жақсы, тазартып, жақсы қып әкелген, свежий қып. Бағасы осындай. Ақ түсте Гранта. Қалған ішіне өлетін көліктер бұлар. Жеп-желі экономичный. Қазақ учет. Мәне. В общем, жаңағы нөмірге хабарласасыздар. Қазақ учеттағы Lada Priora автокөлігін назарларыңызға бір ұсынайын. 2008 жылғы бензин, 1.6 объем, 1.900.000 сұрап тұрған. Нөмірін жазбаған енді, сыртқы жағдайын. Бұла бір көрсетіп қойайын. Алдын бұлай дайындаған екен. Так, назарларыңызға қызыл Nexia, поколение 2, Deo. 2010 жылғы, 1.6 объем, 1.700.000 сұрап тұр. 775, 762, 10-21 деген. Қысқаша түсіндіргенде енді білесіздер ғой, енді қысқаша көрсетіп кетейін. Нақты ақпарат нөміріне звондап білесіздер достар. Көп созбай қойын машинаны айналып. Ақ түстегі бізде Mercedes-Benz 24 кузов, объем 3.2 екен. 93 жылғы газ бензин, автомат, 705 106 59-94 деген. Комплектация. Кондер жоқ па, братан? Кондер жоқ екен. Ақ түстегі 3.2 объем. Міне. Көлік осындай. Ал достар, назарларыңызға BMW автокөлігі. Объем 2.8 механика. 91 жылғы екен. 2.700.000 сұрап тұр. 771 595 0001 деген. Жағдайы қалай бұлай 2.700.000-ге
стоит па? Не дейсіздер? Есің дұрыс шығар. Айтыңыздар. Білмеймін не дерімді. Сіздер не дейсіздер? Сіздер сөйлеңіздер. Бір оқырманым айтып еді, миллионға дейінгі машиналарды шығарасын ба деп. Volkswagen Passat 650 мың сұрап тұрған. 90 жылғы 1.8 705 150 40 30 деген номерде. Бір ұсынып қояйын сіздерге. Жағдай. Солай. Ал достар, назарларыңызға УАЗ автокөлігі жол таңдамайтын жағдайы барлығы жасалған екен. Сыртта жүре беретіндей үстіне қонсаңыздар да болады. National Geographic сияқты қып істеген ғой, ондай вообще туындыраға мінетіндей. Мына машинаның алдыңғы қатары, енді алдыңғы жағы, салоны шифонмен қаптаған екен. Дугасын салған екен. Таза учетта. Ана артында жасаған. Онда орындықтар қойып, отдельно отыратындай қып. Баллондар да жақсы екен. Бұлардың объемы қанша? 2.7 ғой. 2.7. Газ бензин ба? Жоқ, бензин заводской. Телефон нөмірі айтып жіберсеңіз? 700 200 10 17. WhatsApp-та. Қай жылғы бұл? 2021. 2021. Бәрі налардың бәрі ұрылған документке. Разрешениесі бәрі бар. Бағасы қанша өтті? Бағасы енді 9,5 деп тұр. Сауда болады ғой манша. Бәрекелді. Мен көрдіңіздер. 2021 дейді достар. Почти жаңа ғой, новый. Ал достар, назарларыңызға Volkswagen универсал автокөлігі. Ағамның өзінің мінген көлігі екен. 95 жылғы, я? Газ бензин. Айтып жүрсеңші даныйлары. 95 газ бензин. 1.8 объем. Жағдай жақсы машина, сатылады. Алам дегенше келіңіздер, көріңіздер. Бағасын қанша сұрап тұрсаға? 2.50 деп жатырмын, түсімі бар. Жақсы. Шаруаның көлігі ғой енді бұл. Шаруаның көлігі. Бір отбасын асырайтын. Дегенде екісі бірдей көріңіздер. Мына ағам қалай сүртіп, қалай қарап жатқанын көріп тұрсыз. Машина жақсы. Таза газ бензин. Ішкі жағдайын көрсін. Аға, кондер бар ма? Кондер жоқ, ә? Осындай. Достар, мұны назарларыңызға Audi, в общем, түртпей жатыр ғой ағайындар. 2.8 ғой мұны. 2.8 кондер бар ма, Орат? Жұмыс істеп тұр ғой, ә? 2.8 2.800.000 сұрап тұр. 708 871 98 89 деген нөмірде. Audi. Ішкі жағдайы. Салон, автомат. Сыртқы жағдайы. 2.800.000 сұрап тұр мұнағыдай. Ағайындар. Қызық болып отыр ғой. Назарларыңызға 14 сынып қойын. Пипек дейді. Серебряный дейді. 1.2 миллион дейді мұның бағасы. 700
242 795. Мына жақта да сондай бір 14 тұр. Қазақ учетта бәрі. 1.850 сұрап тұр екен. 777, 106, 87, 87. 12-ші жылғы. Базардағы бағалар достар. Жақсы бағалар болып тұр. Ыстық бағалар. Неше түрлі баға бар болып тұр. Мына Ravon R3 20-ші жылғы 1.5 объем. 66-ның пробегі бар екен, автомат. 5 миллион 500 сұрап тұр екен. 701, 181, 12, 12 деген. Комплектация бәрі бар екен. Volkswagen. Volkswagen 4 қой, брат, я? Объем 1.6 дейді. 2 миллион 900 сұрап тұрған. 2001 жылғы 705, 576, 3107. Кондер анамнау бәрі бар ғой. Жағдайы. Ішін көрсетіп қойайын. Қып-қызыл түсте қыздарға. Кабан деген Mercedes автокөлік. Қазақ. Соны ұсынайын сіздерге. Іштейкі екен. 4 миллион 300 сұрап тұр. 705, 224, 46, 48. Номер. Полный комплектация дейді. 98 жылы. 776, 889, 0077 деген. Жағдайы. Көрсетіп қояйын назарларыңызға. Жағдай жақсы жасалған екен. Сиденькі бәрі чехолмен. Кондер бәрі жұмыс істейді ғой, братан, я? Мына. 3 миллион кабан. 3.2 объем. Кабанның жалпы 3.2-сі жақсы ғой. Осы қысқаша ақпарат. Қалған телефон нөмірден біле берерсіздер. Дәл осы кабанның аяқта ақ түсте тұр екен. Бұның шамалы. Мына қарағанда қалай екен бағасы көрейік. Ассалаумалейкум аға. 93 жылғы екен. 3.2. Бағасы 3 миллион 200 деген екен. Анадан қымбат. 777, 362, 5000 деген. Кондер бәрі жұмыс істеп тұр ма? Кондер бәрі жұмыс істеп тұр ма? Газ бар ғой? Газ бар. Барлық позиция. Үй жоқ, новый коробка бар. Жақсы ғой бәрі, я? Солар тұр мотор. Иә. Өзіңіз мінген ғой бұрынға? Иә. Ұсатпайын неме кәрді айтпадым. Дұрыс аға, берекесін берсін. Өтіп кетсін. Мұна 3 миллион 200 сұрап тұр ағамыз. Интернетке жіберейін деп жүрсің. Иә. Мұна. Ағам көлігі. Алдынан түсіріп қойын, артынан тұр қашайын деген, бірақ оригинал ғой. Мұна. Көлік осындай. Так, достар. Назарларыңызға. Mercedes-Benz 24 механика. 2.3 екен простой. 1 миллион 700 сұрап тұр. 77, 166, 80-85 деген. Мен қарастырамын дейді. Одан кейін сіздерге бір гольф ұсынайын. 1.6 дейді. Көк түсте. Golf 393 жылғы 1.8 екен объемы. Неше 2 миллион 150 ма? 1
1 миллион 150 ya 775 800 832 mı? 852 94 52 ya. Mana. 1 milyon 150 ya. Aşağıda ya. Golf. Mexanika. Жақсы. Ондай қатты жұмысы да жоқ. 1 150 ге жақсы ғой. Бірінші машинаға мінуге. Opel ұсынып қойайын назарларыңызға. 92 жылғы механика 800 мың сұрап тұрған. Телефон номер жоқ екен. Мына жерде тағы бір Opel тұр. Оны да ұсынайын сіздерге. Opel Vectra 92 жылғы газ бензин, 2 объем. Автомат еще достар. 1 100 сұрап тұр. Нөмір 771 131 88 79. Осындай достар. Lexus RX тұр екен мына жерде. 99 жылғы газ бензин 3 объем автомат 5 миллион сұрап тұр екен. Полный комплектация 775 392 54 70 деген нөмірде. Ішкі жағдайы жақсы. Осы Lexus ұнайды маған негізі. Мына ой дегендердің бәрін қайтарып тұратын дугалар оны. Асты да, үсті де, алды да, арты да. Бәрінде нелер бар екен. Дугалармен қамтамасыз етіп қойған екен. Иесі молодец. Так бізде Lada Granta Серебрис жақсы екен бұл. 14 жылға 2 миллион 500 сұрап тұр. 705 725 87 35 деген нөмірде. $1 миллион 200 сұрап тұр на Volkswagen. Газ бензин тоже. Номер жоқ екен бірақ. Toyota'ның ешнәрсе жазылмаған ау деймін. Бэхан түсіріп жіберейін. Қара. Қазақ учетта. 525 96 жылғы екен. Ай 95 пен жүреді дейді бірыңғай. 3 миллион екен сұрап тұрған бағасы. 3 миллион 300 екен. Нөмірді көре алмадым достар. На кабан 707 еділ дейді. Қап-қара. 5 миллион 500 сұрап тұр екен. 3 объем 98. Қара түсте. Ассалаумалейкум. Амансыздар. Нөмір айтып жібересіз ба? 256 0390. 5 миллион 500 саудасы бар ма ес-түзде, иә? Бәрі жұмыс істеп тұр ғой? Істеп тұр, иә. Міне, жақсы көлік. Вот кабан. Сиденкі бәрі. Чехол. Есігі бар екен. Жақсы әдемі. Қап-қара. Легенда ғой, мына мінсеңіздер қара түспен. Ұйқы. Мына жақтан полный покраскадан шыққан ау деймін ауды. 2 куб дейді, 3 миллион 300 сұрап тұр. 747 567 0100 деген. 2 объем. 2 объем ғой 3 миллион қалай алады деген. Не дейсіздер? Аквариум жасаған екен. Багажник таза дейміз оңырағанда, я зат салынбаған. Жақсы. Таза. Салон бір соқпай. Климат контроль. Сима кондиционер?
Дұрыс. Жақсы. Істеген ғой енді покраска берген, ашыз. Жағдай жасаған. Қарсы тұрған Lexus'ты да бір түсіріп қойын сіздерге. 7 миллион депті. Tiptronic 2.5 объем. 2007 жылға 777 138 8073 деген. Мотор 2014 жылғы дейді. Крыломен капоттың түсі екі түрлі екен бұлақ. Соңғаран капот жаңа да салған ау деймін. Басым тек әріптестеріңізге барлығын ашық айту керек екен. Торпақтарым жұмыста ойластырылған іс-шара жүзеге асады және барлық жағдайда тиімді болады. Сонымен қатар жоспарларға және де алдағы уақыттағы шекарасы қыдыруға да мүмкіндік болмақ. Егіздер алдағы апта туған туыстың қас-қабағына қарауға тура келеді. Сондықтан әр ісіңіз бен сөзіңізге мұқият болған абзал. Жақындарыңыздың жанын ауыртпауға тырысыңыз, қолдан келгенше көмек қолын созуға да болады. Барынша достармен келісіп, әр істің ортақ шешімін табуға тырысатын жеті келе жатыр. Бірігіп жұмыс істеу арқылы толағай жетістіктерге қол жеткізесіз. Арыстан барынша отбасыңызды және де жаныңызда жүрген жақындарыңызды жылы сөзіңізбен қуаттаңыз, өйткені олардың сізге деген көмегі мен берері мол, сіздің тараптан кем дегенде мейірім мен махаббат болуы керек. Ал бикештерге жаңа аптам сәттілік алып келеді, беделіңіз артады. Сонымен қатар материалдық және әлеуметтік жағдайыңыз жақсармақ, қаржылық жағдайға байланысты мәселелер оң шешімін табады. Таразы апта басында ерекше шаруаларды атқарасыз. Олардың біразы сізге қиын болып көрінуі мүмкін, десе де өз бойыңыздағы талант, күш-қуат, тәжірибеге сену арқылы барлығының оп-оңай екенін іс барысында сезесіз. Сарышаян апта жаңа таныстықтарды табуға, жақсы жаңалықтар естуге себепші болмақ. Алайда оның тізгінін уысыңыздан шығарып алмау өзіндік талпынысыңызға байланысты. Мергендері күшіңізді бекер жұмсамау үшін алдағы апта отбасы, қызмет орныңызды барлығын ара-жігін ажыратып алыңыз. Барлығын бір уақытта немесе бірдей алып жүрудің мүмкін емес екені белгілі. Сондықтан қай кезде кіммен, қай уақытта қалай қарым-қатынас орнатуды өзіңіз шешесіз. Тау ешкім уақытыңыз зая кетпесін. Жаңа апта жақсылықты көп жасайтын тілектердің орындалуынан талпыныспен бірге әрекетті қатар алып жүретін күндер бар. Осылай өз көздегеніңізге жете аласыз. Сұлқиғыш өзіңізге әрдайым күтім жасау, денсаулыққа мұқият болу алдағы апта маңызды. Сондай-ақ тым әсершілдікке бармай, кез келген жағдайда сабырмен қабылдауды үйреніңіз. Балықтар соңғы кезде әбден белсенді болып жүрсіз. Өзіңізді сабырға шақырып, эмоциялық